Сәлеметсіздер ме көрермендер? Кір сабын мен ас сода қоспасының құдіретті құпиясын сіз білесіз бе? Мен сіздерге сол құдіретті құпияны ашатын боламын. Алдымен каналға тіркеліп, қоңыраушаны басамыз. Ал кеттік, бастайық. Ол үшін 200 грамм кір сабынды үккіштен, теркадан ұнтақтап ыдысқа саламыз. Үстіне 200 грамм қайнаған су құйып, жақсы араластырамыз. Болса блендермен араластырған дұрыс, біркелкі болып шығады. Дайын ерітіндіге 5 ас қасық нан содасын толтырып саламыз да көпіршігенше дайын болғанша тағы да араластырамыз. Дайындап жатқан қоспаның құрамында зиянды химиялық зат мүлдем жоқ. Үй жағдайында қазан, мескей, чайниктерді, газ плита, ас үйдегі кафельдерді де тазалауға болады. Міне біздің дайындаған құдіретті қоспамыз дайын. Құрметті көрермендер, сіздерге видео ұнаса, ой-өрістеріңізді комментарияға жаза отырыңыз. Дайын қоспамен үйдегі газ плитамен мескейімді тазалайын. Келесі видеода 100 000 подписчик әкелетін видеода кездескенше хош сау болыңыздар.